Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін алмұрттың пайдасымен бөлісемін. Алмұрт жемісінде дәрумендер көптеп кездеседі. Басқа жемістермен салыстырғанда алмұртта мырыш, бал, фтор, йод секілді пайдалы элементтер өте көп. Оның жазғы сорты марганецкий, ал қысқы сорты темірге бай. Алмұрт шырыны аптап ыстықта шөліңізді қандырады және дене температурасын тұрақты ұстайды. Алмұрт гипоаллергенді өнім болып табылады. Алмұрт жемісінің құрамында қышымаға қарсы және антибиотикалық әсері бар заттар кездеседі. Сондықтан мамандар алмұртты өзге тағамдармен араластырмай жеуге кеңес береді. Ол арқылы алмұрт құрамындағы заттар ішек жолдарымызды зиянды микроағзалардан тазартып, ас қорытуды жақсартады. Таңғаларлық, бірақ жұмсақ әрі шырынды алмұрт жемісі тістеріңіздің беріктігіне көмектеседі. Алмұрттың құрамында кальций мен фосфор бар. Олар бірге тіс кіреукесін қатайтады. Алмұрт жемісінің құрамында Е дәруменінің көп мөлшері бар. Ол әйел адамдарға сұлулығы мен жастығын сақтауға көмектеседі. Бұл жеміс күйзелісті жеңіп, көңіл-күйіңізді көтереді және жүрек қағысын жақсартып, ас қорыту жолдарын тазалайды. Кептірілген алмұрттар семіруден сақтап, қант диабеті, цистит, бүйрек ауруларының алдын алады. Ол үшін күніне жарты стақаннан 4 рет ішіп тұруыңыз керек. Іш өтіп ауырған кезде алмұрт кеселі өте пайдалы. Оны әуелі жинап, кептіріп, қағазға сақтап, салқын жерде ұстаған дұрыс. Алмұрт қайнатпасы және шырыны бүйректегі тастан құтылуға көмектеседі. Оны күнделікті уақытымен пайдаланып, тастан біржола құтылуға болады. Алмұрт мыңдаған жылдар бойы халықтық медицинада простатитке қарсы қолданады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.